Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын текстің түрін дайындаймыз. Оған бар болғаны сгущенка, сұйық май, 4 жұмыртқа, қопсытқыш және ұн қажет болады. Сонымен қатар осындай формочкалар керек. Алдымен жұмыртқаларымызды жарып, миксермен әбден араластырып аламыз. Енді жұмыртқамызға сгущенкамызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді біріктіріп, массамызға 2 бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды қосамыз. Мінекей массамыз дайын болып қалды. Сұйықтығы осындай болу керек. Енді формаларымызға салып пісіре беруімізге болады. Маған тіркеліп видео сізге пайдалы болып жатса, онда алғысым шексіз. Ал енді формаларға 53-54 граммнан өлшеп салып шығамын. Формамызға өте көп салудың керегі жоқ, өйткені піскенде тағы да көтеріледі. Мінекей менде барлығы 12 штуктан шықты. Ал енді духовкамызда 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламын. Мінекей кекстарымыз пісіп дайын болып қалды. Бетін қант ұнтағымен әдеміледім. Ал енді міндетті түрде ішін көреміз. Мінекей қасығымызбен жан жақтарын ажыратып аламыз. Міне өте ыстық кекс. Жақсы піскен ортасы. Тура губка тәріздес болып піседі. Іші де өте жұмсақ. Мінекей видеодағыдай сондай жұмсақ екені көрініп тұр. Жасап көріңіздер, өте оңай жасалынады. Және де өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Динара. Ас болсын.